Ата-бабамыздың жақсы туыс жанға медеу, жаман туыс арқаға жүк деген сөзі бекер айтылмаған. Өмірде адамды сынайтында, адамды алға сүйрейтінде ең әуелі жақын туысы. Өйткені бөтеннің сөзі жанға батпас, бірақ туыстың қиянаты жүрекке ауыр тиеді. Жаман туыстың белгісі көпс, бірақ көне көз қарияларымыз жаман туысты екі нәрседен таниды деп түйіндеп кеткен. Бірінші белгісі қызғаншақтық пен іштарлық. Жақсы істің бәріне қуанып, бауырының бағы шылсын деудің орнына, жаман туыс, неге ол, неге мен емес деп іштей түйінеді. Ата-бабаларымыз қуанышқа ортақтаса алмаған туыстан қайғыңа да медет болмай деп айтқан. Мәселен, бір отбасының баласы оқуға түсіп, жұмысын дөңгелетіп, шаңырағын тәттеп жатса, шын туыс оның жетістігіне шаттанып, қолдау білдіреді. Ал жаман туыс сырттай құттықтап, ішінен көре алмай тұрады. Мұндай іштарлықты халық ежелдері нақ қызғаншақ туыс, қаз дұшпаннан бетер деп бағалаған. Екінші белгісі жәрдем бермей, керісінше ауырлату. Ақиқатында туыстың шынайы сыналатын шағы қиындық пен тасшылық. Жақсы туыс ауыртпалықты бірде көтеріп, қол ұшын береді. Ал жаман туыс маған не қатысы бар деп сырттай қалуы мүмкін. Өзін істеген ісіңді өзін тарт деп көнелаған. Тіпті қолдан келсе, жәрдемін аяп қана қоймай, қиыншылық үстіне қиындығын қосып, сөзбен түйіріп, көңілді одан сайын ауыртады. Қазақта жақсы туыс жаныңды жібітеді, жаман туыс басыңды жеттейді деген тәмсіл бар. Жақсы туыс жаныңды жылтады, жаман туыс алдыңнан қақпақ болады. Ағайын татулы болса ат көп, аузын татулы болса ас көп. Ағайынға қарап ағар, туысқа қарап тарар. Міне, осындай өсиет сөздердің астарында үлкен тәжірибе жатыр. Өйткені көшпелі өмірде ағайын мен тату болып, тіршіліктің кепілі болған. Ал туыстың арасындағы алауыздық бүкіл рудың іргесін шайқалтып жіберетін. Бүгінгі ұрпаққа берер өнегеміз туыстың қадірін білу, ал жаман қасиеттерден бойды аулақ ұстау. Жаман туыстың екі белгісін еске сақтайық. Қуанышқа ортақтаса алмау, қызғаныш, қиындықта жәрдемдеспеу, тасбауырлық. Ал жақсы туыс болса, керісінше, қуанышта қуанар, қиындықта сүйенер. Ата-бабамыздың ағайын тату болса ат көп деген сөзі ұрпаққа мұра. Бірлік бар жерде береке, ал бірін-бірі қызғанған жерде кесапат. Жақсы туыс жаттыққа серік, жаман туыс қайғыға берік. Жақсы туыс қуанышта көп етеді, жаман туыс іштен күйдіреді. Қуанышыңа қуанбаған туыс шын туыс емес. Қиындықта сүйенбеген туыс ағайын емес, жай ғана аты бар таныс. Жақсы туыс жаныңды жылтады, жаман туыс жүрегіңді соғады. Туысыңа жақсылықты тілемесен, өзіне де жақсылықты тілемегенің. Жақсы туыс қуанышта серік, қайғыда тірек. Құрметті көрермендерім, Алла разылығы үшін бір өтінішім бар еді. Егер видеоларым сізге пайдалы болып жүрсе, арнамаға жазылып қойсаңыздар, мен шын жүректен қуанып қаламын. Тек подписаться батырмасын бассаңыз жеткілікті. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін ең үлкен мотивация. Әрбір жазылушы мен үшін өте қымбат және ерекше. Дендеріңіз сау болсын, ауырмаңыздаршы. Үйлеріңіз берекеге, жүректеріңіз тыныштыққа толы болсын. Құрметті менің ең жақын көрермендерім. Егер сіз менің айтқандарымды түсініп, өмірімізде жақсы өзгерістерді көруге дайын болсаңыз, мені қолдап, арнама тіркеліп кетіңізші. Әрбір тіркелген адам мен үшін ең қымбат әрі бағалы адам. Сіздер менің күшімсіздер. Мен сіздермен бірге өсіп, дамып, өмірдің шынайы құндылықтарын ашатын боламыз. Бірге болайық. Тек құрметті адам болу емес, өзімізді сыйлайтын, күшті адам болайық. Сіздерге ең жақсы тілектер мен қуат. Мен сіздер үшін әрқашан пайдалы боламын.